Исламда мәйіт жатқан бөлмеге шырақ жағып қоюға бола ма? Негізінен бұл мәйіт жатқан бөлмеге шырақ жағып қою деген нәрсе бұл исламнан емес. Бұл кезіндегі ата-бабаларымыз кигізде тұрған кезде жаңағындай марқұм болған адамға бір залал қиянат жасамас үшін сол мәйіт жатқан жерге шырақ жағып қойған. Ал енді соны естіген, білген көпшілігіміз әлі күнге дейін сол мәйіт жатқан бөлмеге шырақ жағып қояды. Негізінен бұл шариғатта жоқ. Мәйіт жатқан бөлмеге шырақ жақпай қойса да болатындығын білдіреді. Шырақ жағудың ешқандай бір қажеттілігі жоқ, бұл шариғаттан емес. Мына жерде енді мына молдекең шырақ жағу дәстүрі мына мәйітке шариғатта жоқ екенін нақты кесіп айтып тұр ғой енді. Бірақ біз оны әлі күнге дейін қолданып келеміз ғой енді. Әлі күнге дейін қолданып келеміз. Демек біздің дәстүрімізде ол әлі де бар. Бірақ біздегі кейбір діни миссионерлер айтады, қазақтар 1000 жылдан бері мұсылман деп. Енді 1000 жылдан бері мұсылман болса, осы бір нәрсені шариғатта жоқ екенін білсе, енді шариғатта жоқ деп тұр, мұны алып тастау керек деп тұр. Бұны баяғыда ата-бабамыз алып тастар еді ғой. Солай емес па? Бұл дегеніміз нені білдіреді? Бұл дегеніміз біз 1000 жылдан бері мұсылман емес екендігімізді білдіреді. Енді бұл бір мәселе ғой енді. Басқа толып жатыр. Біз қазақтың баяғы дәстүрімен әлі келе жатырмыз. Әлі біз мұсылман болып үлгерген жоқпыз. Әлі біз мұсылман бола қойған жоқпыз. Анау пайғамбарды мойындап, сахабаларды мойындағанменен, бірақ біз әлі де өзіміздің баяғы дәстүрімізбен жүріп келе жатырмыз негізінде. Біз толық мұсылман емеспіз. Және өзіміздің дәстүрімізді бұл мұсылманшылықтан деп өтірік айтатындар сірә бар. Анау көкпарды да пайғамбардан қалған деп айтқаны бар. Келінге сәлем салуды да пайғамбардан қалған екен деп. Тағы не? Енді көп қазақта қандай бір жақсы дәстүрлер бар. Соны сол шариғаттан келген екен қылып көрсетеді бізге. Сосын біз соған иланып қаламыз. Біз болғанда біздің көп енді бәрі оқымысты емес қой енді. Сене кетеді да көбі халықтың. Осындайға сенбеу үшін барлық адам сыни ойлау пікірді негізі ояту керек. Және іздену керек. Босқа жатқанша іздену керек. Сосын мына жылқы еті жайында. Жылқы етін біз қазақтар әлі күнге дейін жейміз. Ол басқа жақтарда ол жемейді. Барлық жерге барып сұрап көре беріңіз. Ислам елдерінің ешқайсында оны жемейді. Өйткені харам. Оны мәкрух деп айтады бізге келіп. Ол ертең харам етеді, оны біз мәкрух деп келеміз де оны жемей бастаймыз. Осы кезде ол жерік қылып жібереді оны. Әбден үйретіп алғанша мәкрух қылады оны. Сол сияқты ол біз әлі де жылқы етін жейміз. Өйткені біз әлі де толық мұсылман болған жоқпыз. Бұл да бір тағы бір дәлел. Сосын жаңағы мәһір дейтін зат шықты қазір. Мен естімеппін соны мәһір. Жасымда бірталай келді. Мәһір дегенде мен естімеппін. Қалың малды естідік. Бірақ мәһірді естімеппіз. Сол мәһірді енді естіп отырмыз енді. Бұрын болған болса біз білетін едік қой мысалы. Баяғыда 1000 жылдан бері мұсылман болған болсақ, біз білетін едік. Мұсылманшылықтың бізде шарттары болды, мен болмады деп тұрмын. Ал сол бізге келген нәрселер, мысалы 20% мұсылманшылық келді ғой. Сол шарттарды біз білеміз. Бірақ соның ішіндегі мәһірді біз білмейміз. Неге? Өйткені біз әлі де толық мұсылман болып үлгерген жоқпыз. Басқа мына Өзбекстандарда кейбір жерлерінде ол болған. Бірақ енді мына өзбектерде түркі халқы болғаннан кейін оларда да әлі де сол қалың мал несі бар. Оларда да сақталған дегенмен. Бірақ соның өзінде де оларда мәһір деген нәрсе үрдіс емес. Бізге не жоқ? Өзбектер баяғыдан бері мұсылман болып келатқан өзбектер оны өздеріне керек етпеген болса, біз не үшін керек етуіміз керек оны? Жалпы айтқанда біз 1000 жылдан бері мұсылман болсақ, мұсылмандықтың бүкіл шарттарын орындап келген халық болар едік. Бүкіл шарттарын енді түсініп жатырмыз ғой. Қайдан біз мұсылман боламыз? Мұсылман болайық. Сол болады. Бұлар айтпақшы, өз дәстүрімізді өзімізге исламнан келген қылып көрсетіп жатқан молдалар. Мына молдаларды көп тыңдай бермеңіздер. Молдалар бәрін біліп алады дағы анау жерде. Жақсы жақтарын алып алады қазақтың дәстүрлерінен. Осыны исламнан келген қылып көрсетіп сендерге үйретеді жастарға. Жастар енді білмейді ғой. Өйткені бізде қазір қазақы дәстүрді үйрететін адамдар азайып кетті, молдалар көбейген сайын. Сондықтан молдаларды тыңдаудың қажеті жоқ.